саласындағы ерекше жаңалықтың бірі жасанды интеллекттің пайдасы туралы сөз қозғаймыз. Қазіргі заманда технология адам өмірінің барлық саласына еніп жатыр. Сол технологиялардың ішінде жасанды интеллекттің орны бөлек. Жасанды интеллект бұл ақпаратты өзі талдап, ой елегінен өткізіп үйрене алатын ақылды жүйе. Ол мұғалімге де, оқушыға да сенімді көмекші бола алады. Бастауыш сыныптағы балалар үшін жасанды интеллекттің пайдасы өте мол. Ең алдымен ол күрделі тақырыптарды балаларға түсінікті, жеңіл тілмен түсіндіре алады. Математикадағы есептерді шешу жолын кезең-кезеңмен көрсетеді. Мәтін оқуға, дұрыс жазуға, сөздік қорды байытуға көмектеседі. Қандай сұрақ қойсаңыз да тез әрі нақты жауап береді. Бұл технология балалардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады. Бала жаңа ақпаратты оңай қабылдайды, себебі жасанды интеллект әр оқушының қабілеті мен деңгейіне бейімделе алады. Мәселен, ол балаға өз ертегісін құрастыруға мүмкіндік береді, сурет салдырады, жаңа ойындар ойлап табуға көмектеседі. Осының бәрі тек бір сұрақ қою арқылы орындалады. Мұғалімдер үшін жасанды интеллект ерекше қолдау көрсетеді. Сабақ жоспарын тез дайындауға көмектеседі, қосымша тапсырмалар мен жаттығуларды автоматты түрде құрастырады. Оқушылардың білім деңгейін талдап, кімге қандай көмек қажет екенін анықтап бере алады. Бұл мұғалімнің уақытын үнемдеп білім сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Дегенмен бір маңызды жайтты естен шығармауымыз керек. Жасанды интеллект көмекші құрал ғана. Ол ешқашан мұғалімді де, оқушыны да алмастырмайды. Шынайы білім адамның өз еңбегімен, ізденісімен, талпынысымен келеді. Тек онда ғана терең түсінік пен шын тәжірибе қалыптасады. Қорытындылай келе, жасанды интеллект қазіргі білім беру саласының қуатты құралы. Ол оқуды жеңілдетеді, қызықты етеді, әр сабақтың тиімділігін арттырады. Болашақта бұл технология оқу үдерісін бұрынғыдан да қолжетімді әрі сапалы деңгейге жеткізуге үлкен үлес қосатыны сөзсіз. Жасанды интеллект арқылы оқушылар заман талабына сай цифрлық сауаттылықты меңгереді. Қазіргі ғасырда технологияны дұрыс қолдана білу кез келген адамның маңызды дағдысы. Бала ерте жастан осындай құралдармен жұмыс істеп үйренсе, болашақта жаңа мамандықтарға дайын болып өседі. Осылайша жасанды интеллект тек бүгінгі күннің емес, келешектің де сенімді серігіне айналып келеді. Біз бұл мүмкіндіктерді дұрыс бағытта қолдана білсек, білім сапасы да, баланың қызығушылығы да арта береді.